Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін сіздерге мен осындай песочный керемет болып шығатын асқабақ қосылған самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік, бірге жасайық. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Мінекей, ең алдымен біз ыдысымызға ыстық суымызды құямыз, және де салқын суымызды құйып, азғантай тұз салып, дәміне қарай, тұз салып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Одан кейін кез келген, мен бұл жерде айран қостым, өйткені айранмен керемет болып шығады екен. Айран қосып, тағы бір араластырып жібердім. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майды салып, оны кішкене араластырып, жақсылап ериді. Содан кейін ашытқы салдым. Жақсылап ашытқыны салып, ұнымызды салып, кәдімгі қамыр илеп шығамыз. Онды бөліп салып, қамырын июі қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Мен әдейі видеоны қатты тезге қойған жоқпын, сіздерге түсінікті болсын деп. Осылай қамырымызды жақсылап илеп, июін қандырып, кемінде 15-20 минутқа жылы жерге қойсақ, соның өзі жеткілікті. Кішкене ашиды, осылай кішкене көпсіген кезде біз самсамызды жасай берсек болады. Ал достар, мінекей қамырымыз біздің почти дайын, ашыды. Осылай ұрпақ сеуіп, яғни ұнымызды сеуіп, қамырымызды 3 бөлікке бөлетін боламыз. 3 бөлікке бөліп, біз алдымен бір бөлігін жақсылап жаямыз да, бөлме температурасында тұрған сары майды жағып шығатын боламыз. Ешқандай да майды ерітіп, ыстық қылып жағудың қажеті жоқ. Жай ғана бөлме температурасында тұрған сары майды тексті етіп жағып шығамыз қамырымызға. Одан кейін екінші қамырымызды жайып, тура бетіне салып, дәл солай майымызды жағып шығамыз тексті етіп. Сосын біз майымыз жағып болғаннан кейін қамырымызды жақсылап ораймыз. Өз қалауларыңыз бойынша, достар, қамырды егер 3 қамырды бірге орасаңыздар да болады, 2 қамырды бірге орасаңыздар да болады. Мен бұл жерде 2 қамырды бірге орадым. Қамырымызды кемінде 15-20 минутқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Сол кезде біз начинкасын дайындаймыз. Ішіне салынатын салмасына мен картошка, пияз және де шимай қостым. Және де асқабақ қостым. Ең керемет болып шығатын самсалардың бір түрі асқабақ қосылған самса. Ал достар, осылай жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш барлығын қостым. Мінекей достар, менің қамырым дайын, өте жұмсақ болады, бірақ қамырымыз осылай ұн сеуіп жақсылап бірнеше бөліктерге бөліп, өз қалауыңыз бойынша үлкен қылып бөлсеңіздер де болады, кішкентай қылып бөлсеңіздер де болады. Мен өзіме ыңғайлап орташа етіп кесіп алдым. Осылай барлығын бөліктерге бөліп болғаннан кейін қамырымды жақсылап жайып, арасына салмасын салып, жақсылап қысып түйетін боламыз.
Сосын біз арнайы листімізге самсаларымызды орналастырып, жұмыртқаны сары уызын жақтық жақсылап. Ал достар, мен самсаның бетіне күнжіт септім. Сіздер де сепсеңіздер болады, мак сепсеңіздер болады. Ал достар, мінекей самсамызды кемінде 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын, өте керемет болып шықты, сап-сары және түсі де бір әдемі болды. Ал ас болсын, сізде де жасап көріңіздер. Асқабақпен самса өте дәмді болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.